Саламатсыздар ма достар? Менің есімім Мәншік болады. Мен сіздерді Greenway компаниясының маркетинг жоспарымен таныстырып өтейін. Компанияға тегін регистрациямен жазыласыздар. 2 айдың ішінде 24 мың теңгеге тапсырыс беруіңіз керек. Біздерде бір единица 480 теңге болып саналады. 24 мыңға тапсырыс бергенде 50 единица болып есептеледі. 6 түрлі табыс көзі бар. Бірінші табыс көзі ол бонус вечный продажа дейді. Сіздің жеке саудаңызға байланысты төленеді. Егер де сіз 100 единицадан 199 единицаға дейін тапсырыс беретін болсаңыз, 10% товармен 40% ақшалай сізге төленеді. Екіншіден 200 единицадан 499 единицаға дейін жасайтын болсаңыз, 20% сізге товармен, ол 9260 теңгеге товар аласыз, және 12600 теңгеге ақшалай аласыз. 200 единицадан 50-ді шегеріп тастаймыз, ол жоғарыдағы сізді шақырған наставникке төленеді. Одан қалған 150 единицаны көбейткен кезде 12600 теңге ақшалай түседі. 500 единицадан жоғары жасайтын болсаңыз, онда 46200 теңге товармен аласыз, оны сатып ақша болып шығарып аласыз да, ақшалай есептегенде 37600 теңге сіздің табысыңыз болады. Сонда бірінші айда келе сала, пока команданыз болмаса да, сіз өзіңіз товар алып сатып 84 мың теңге табыс көзін табуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Екінші бонус наставника дейді. Өзіңіздің жеке шақырған адамдарыңыздан 24 мың теңгеге тапсырыс жасаған кезде 4200 теңге ақша аласыз. Мысалға, бір айдың ішінде 10 адам шақырсаңыз, 42 мың теңге сізге табыс көзі. Күніне бір адамнан шақырып отырсаңыз, бір айдың ішінде 120 мың теңге табыс көзін табуға болады. Үшінші, групповой бонус деп аталады. Бұл сіздің өзіңіздің жасаған единица, сіздің командаңызға шақырған жеке адамдарыңыз және бүкіл команданың жасаған балалардың бәрі есептеледі де, бір айдың ішінде 750 единица болса, онда 6%, ол бізде 9450 теңге сізге қосымша ақша төленеді. Үшінші табыс көзі. S1 наставник статусын аласыз. Екінші, 1500 единица жасайтын болсаңыз, командамен 12% сізге төленеді, 37800 теңге сізге ақшалай айлық төленеді. S2 наставник статусын аласыз. 2500 единица жасайтын болсаңыз, 18%, ол болады 94500 теңге сіздің табыс көзіңіз болады. S3 наставник статусын аласыз. Сонда сіздің бірінші доходыңыз бар, мысалға 84 мың теңге да 500 единица жасадыңыз. 10 адам шақырыңыз 42 мың теңге. Әрі, мына жерден үшінші бүкіл команданың өзіңіздің жасаған табыстан тағы да компания төлеп отыр 94500 теңгені. Бұл жерде 4000 единица жасайтын болсаңыз, 24% сізге компания ақша төлейді, 201600 теңге сізге ақшалай айлық шығады. Лидерский статус аласыз. Лидерский статусты екінші айда подтверждение жасайсыз. Келесі аласыз, бірінші айдан ақ, бірінші аптадан ақ лидерский статус жалуға мүмкіндігіңіз бар. Төртінші, тревел бонус деп аталады. Компанияда жылына 2 рет путешествие бар. Одан бөлек, тегін путешествиядан бөлек, компания 6000 единицаны 2 ай жасап отырсаңыз, қосымша сіз қыдыруға барған кезде жұмсағанға жеке ақша салып отырады. Бесінші, автобонус. Автобонуста сіз лидер болдыңыз. Лидер болғаннан соң сіздің ізіңізден сіз сияқты 200-300 мың табыс көзін алатын адамдар шығады да. Сол кезде сізде 4 лидер болған кезде сіз мастер деген статус аласыз. Компания 38 мың долларын Мерседес автокөлігін сізге сыйлыққа береді. Бірден сіздің атыңызға аударып береді. 3 ай подтверждение жасайсыз. 3 айдан соң автокөлікті алуға мүмкіндігіңіз бар. 6-шы, акционер компания дейді. Гранд мастер болған кезде, мына жерде 3 мастеріңіз, 4-ші L3 лидеріңіз болған кезде, сіз компанияның бүкіл товар оборотынан 1-4%, бүкіл товар обороттан сізге компания ақша төлейді. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады, телефонға шығыңыздар. Төмен жақта менің телефон номерім бар. Бұл жерде маған мынағаны біріншіден тез айлыққа шығуға болады, қанша тапқыңыз келсе де, мастер статусында миллион айлыққа шығуға болады. Екіншіден, 5 ай, 6 айдың ішінде автокөлікке жетуге болады, жылына 2 рет путешествияға баруға болады. Хабарласыңыздар.